Джон Уэйн Гейси, өлтіруші сайқымазақ лақап атымен танымал американдық некрофил, сериялық өлтіруші, зорлаушы және адам ұрлаушы. Ол өз үйінде көршілерімен үлкен той-думандарды жасап, балалардың көңілін көтеретін. Дегенмен ол жасырын түрде жұмыс беремін деп, балаларды жалған уәдемен азғырған және оларды өлтіріп отырған. Гейси қарапайым отбасыда өскен, бірақ өте қорлайтын маскүнем әкесімен шиеленіскен, онымен нашар қарым-қатынаста болады. Бірақ ол әпкелерімен және анасымен жақын болады. 4 түрлі орта мектепте оқығаннан кейін Гейси жоғары курс аяқтамай оқуды тастап, елдің батысына қарай отбасынан байланысын үзіп, Лас-Вегасқа кетеді. Ақшасы таусылғаннан кейін Гейси жасы туралы өтірік айтып, мәйітхана көлігінің жүргізушісі болып жұмысқа тұруға өтініш береді. Алайда ол жүргізуші болып жұмысқа орналаса алмайды, бірақ оған мәйіттерді жерлеу мәйітханасының көмекшісі ретінде лауазымды ұсынады. Гейси өзінің жаңа жалақысымен жатақхана ала алмағандықтан, оған сол жұмыс орнында ұйықтауға рұқсат етіледі. Бұл факт туралы айтарлықтай болжамдар тудырады. Өйткені оның қылмыстары жылдары өткен соң ашылған кезде некрофил болғаны белгілі болды. Яғни өлі адамдармен жыныстық қатынасқа түскен. Гейсиге мәйіттердің қалай тазартылғаны, өңделгені және бальзамдалғаны көрсетіледі. Түнде ол бәрі кеткенде мәйіт жатқан жәшіктерді суырып алып, мәйіттерді қарап, олармен сөйлесіп, киімдерін жәшіктердің қасына ұқыпты түрде жинап, шешінетін болған. Бұған директор күдіктеніп, бір күні полиция шақырғанға дейін созылады. Гейси кінәлі ретінде анықталмаса да, ол Чикагоға қайту сапарына ақша жинай бастайды және 3 айдан кейін жұмысын тастайды. Ол 1963 жылы бизнес колледжіне оқуға түсіп, оны бітіреді. Оқуды бітіргеннен кейін көп ұзамай Намбаш Шоу компаниясында басқарушы стажер лауазымда болады. Ал 1964 жылы Гейси Спрингфилдке, Иллинойс штатына ауыстырылады. Онда ол әріптесі Марлен Майерспен кездеседі және олар сол жылдың қыркүйек айында үйленеді. Ол жергілікті Спрингфилд ұйымдарында белсенді болады. 1965 жылы компанияның вице-президентіне дейін көтеріледі. Гейси кейінірек саяси белсенділікке, құрылысқа және бірнеше басқа салаларға араласады. Сонымен бірге оған кішігірім қылмыстық айыптар тағылады. 1975 жылы Гейси клоун Пого кейіпкерін жасайды. Қайырымдылық шаралары мен кештерде клоун костюмінің кию әдетіне айналады. Көп ұзамай ол әріптесі Джон Бутковичті өлтіреді. Кейін өзін-өзі қорғау үшін өлтірді деген болжам тарайды. Полиция Гейсиге іздеу жариялайды. Олар үйінің жертөлесінен иіспен жоғалған адамдарға тиесілі көптеген заттарды табады. Содан кейін билік Гейсиді кісі өлтірді деп күдіктеніп, көп ұзамай екінші рет іздеуге рұқсат алады. Екінші іздестіруде полицейлер еден тақтайларын алып, жерді қазған. Тінту кезінде полицейлер жерасты топырағына көмілген адам сүйектерін табады. Олар Гейсиді адам өлтірген үшін қамауға алады. Гейси 1970 жылдары 30-ға жуық кісі өлтіргенін мойындайды. Полицейлер оның үйін тінту кезінде әртүрлі жерлерде жерленген кем дегенде 29 адамның сүйегін табады. Қалған құрбандар Дес Плейн өзенінен табылады. Сот барысында жазасының жеңілдетілуі үшін Гейси прокурорларға Джек есімді альтер-эго тұлғасы бар екенін айта бастайды. Психиатриялық сараптама бұл мәлімдеменің жалған екенін дәлелдейді. Кейінірек өлім жазасына кесілгенге дейін аз уақыт бұрын берген сұхбатында Гейси өзінің 34-ші жәбірленушімін және өзінің кінәсіз екенін, кісі өлтіру мен кейінгі адамдарды жерлеуге қатысы жоқ екенін мәлімдейді. Бұл мәліметтер жалған болып шығады. Өйткені ол бірнеше жыл бұрын жас балаларды өлтірген үшін жауапкершілікті мойнына алған болатын. Гейсидің 1967-1970 жылдар аралығында 33 адамды өлтіргені жарияланады. Гейси өз қылмыстары үшін кінәлі деп танылып, 1994 жылы 10 мамырда Крест-Хиллдегі Стейтвилл түрмесінде өлім жазасына кесіледі. Гейсидің полицияға берген мәлімдемесіне сәйкес, ол жезөкшелерді Чикагодағы Грейхаунд автовокзалынан немесе көшелерден алып кететін. Содан кейін ол жыныстық қатынас үшін ақша уәде етіп, құрылыс компаниясына жұмыс ұсынып, немесе қарумен күштеп көлігіне отырғызатын. Ол оларды алкогольмен мас күйінде қалдырғаннан кейін, немесе хлороформмен құлатып түсіргеннен кейін қолдарына кісен салып, немесе басқа жолмен байлайтын. Оларды әртүрлі тәсілдермен азаптаған. Оның құрбандарының қолын байлаудың ең танымал тәсілдерінің бірі сиқырлы трюктің бір бөлігі деген желеу мен олардың қолдарына кісен салуға рұқсат алу болды. Гейси айқайларын басу үшін аузына қағаз сүлгілерді немесе киімдерді тығатын және тұншықтырып өлтіретін. Ол сондай-ақ ойыншықтармен жыныстық зорлық-зомбылық жасаған. Өлтірген адамдарын үйінің ішіндегі жерге көміп, денелердің ыдырауын тездету үшін әрдайым әкті құйып тұратын болған.